Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді айраннан жасалатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Видеода көріп отқандарыңыздай құймақтарыңыз осылай тесіліп әдемі болып пісетін болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Төменгі описанияға видеоның астына рецепті міндетті түрде жазып қалдырамын. Ал ендеше ең алдымен айранымызға сода қосамыз, екеуін жақсылап араластырамыз, сонда реакцияға түсіп айрандарыңыз көтерілетін болады. Айран үйдің, магазинікі барлық бола береді, бірақ ашыған айран болмайды. Одан кейін мінекей 2 жұмыртқамызды жарып, үстінен қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз, яғни қантымыз толықтай еру керек. Араластырып болғаннан кейін айранымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді достар, ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Одан кейін араластырамыз. Түйіршіктер қалмау керек. Жақсылап толықтай араластырып болғаннан кейін, мінекей осында қою болады. Одан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды қосып, тез-тез араластырып жібереміз. Тезірек араластырып жіберу керек. Одан кейін ең соңында сұйық майымызды қосып араластырамыз. Міне достар, құймақтың қамыры дайын болды. Егер де қою болып кетті десеңіздер, үстіне тағы да қайнаған су қосып жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде табанымызды қыздырамыз, одан кейін сары майды осылай ысқылап жіберсеңіздер болады. Құймағымызды осылай құйып аламыз. Міне бұл жерде сәл азырақ болып қалды. Мен осылай шеттері қоңыр реңге ауысқан кезде осылай пышақпен ең алдымен шетін алып жіберемін. Одан кейін өзім қолға үйреніп қалғанмын, осылай қолмен аламын. Сіздер силиконды лопатканың көмегімен алсаңыздар болады. Міне достар, бұл бірінші блинчигіміз кетті. Енді екіншісін сәл көбірек етіп алдым. Мінекей бірден міндетті түрде табаларыңызды қыздырып алыңыздар, сонда осылай тесік-тесік болып шығатын болады. Ал достар, мінекей құймақтарымыз дайын болды. Екі жағы да өте әдемі болып тесіліп пісті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар достар. Назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет достар. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің YouTube арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.